Қазақ тілі пәні 10-шы сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп видеоға лайк басып қояйық. Және де балалар, мен сабақты ауызша айтып отырамын, сендер өздеріңе керек жерлерін видеоны тоқтатып тұрып, немесе үлгермей қалсаңдар, видеоны басынан қайтадан қосып көрсеңдер болады. Жанды табиғат туралы мазмұндай аламын. Мәтін және оның түрлері. 38-ші тапсырма. Ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыр. Ит жақсы дос. Бір баланың иті болыпта. Баланың аты Талғат, итінің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп, қорыққанынан айқайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп жүгіріп келеді. Ақтөстің аф-аф деген үргенінен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетіпті. Мәтіннің атына назар аудар. Ол негізгі ойды қысқаша атауы екенін дәлелде. Мәтіннің аты ит жақсы дос. Бұл жерде Ақтөс Талғатты қасқырдан құтқарып қалады. Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың дұрыс-бұрысын анықта. Ақтөстің пайдасы бар. Ит үйді күзетпейді, пайдасыз. Ақтөс Талғатқа көмектеспеді. Талғат оған қатты ренжіді. Ит пен адам дос бола алмайды. Ақтөстің пайдасы бар. Ит үйді күзетеді, ол пайдалы. Ақтөс Талғатқа көмектеседі. Талғат оған риза болады. Ит пен адам дос бола алады. 39-шы мәтін. Мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Ит. Адам баласының ең бірінші қолға үйреткен жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар. Балалар, бұл мәтінді дәптерімізге қатесіз көшіріп жазып аламыз. Иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті. Олар үй жайды жақсы күзетеді. Ит туралы оқылған осы екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Қай мәтінде ит туралы нақты фактілер берілген? Қайсысы көркем мәтін? Екі мәтінде де ит туралы нақты фактілер берілген. Суреттегі иттер туралы энциклопедиядан ақпарат тауып оқы. Бірінші суреттегі ит ол тазы. Тазы дегеніміз аң аулауға алып шығатын иттердің бірі. Бұл ит қоянды, сонымен қатар аң аулауға жарамды болып келеді. Қоянды жақсы аулайтын иттердің біреуі болады. Екінші ит. Бұл ит иісті жақсы сезеді және көп жерлерде бұл итті полиция адамдарымен бірге көрген боларсыңдар. Және үшінші ит. Үшінші ит туралы комментарияға жазып кетейікші балалар. 40-шы тапсырма. Төмендегі екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы неде? Айырмашылығы ше? Бақа құрлықта да, суда да тіршілік етеді. Сондықтан оны ғалымдар қосмекенді деп атайды. Ғылыми мәтін екенін дәлелде. Бұл ғылыми мәтінге кіреді, себебі бақа тіршілік иесі және оны ғалымдар зерттеген болатын. Ғалымдар зерттей келе оны қосмекенді деп атап кетеді. Бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме? Өз жауабыңды дәлелде. Бұл әңгімелеу мәтініне кіреді, өйткені бақа туралы ғалымдардың ойын айтып тұр.
Жұмбақты оқып шешуін тап. Сулы жерді мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп. Бұл жұмбақтың жауабы бақа. Жұмбақтың көркем шығарма екенін дәлелде. Суретте бақаны бейнелеп тұр балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, комментария жазуды және түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып кетуді ұмытпаймыз.